Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Тұшыру каналы. Бүгінгі шығарылымыз түсіңізде ақша көрсеңіз, оны қалай жою керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Егер түсіңізде ақша тапқан болсаңыз, ұсақ-түйек қиындықтар аяқталып, табысқа қол жеткізесіз. Түсіңізде ақшаны біреуге беріп жатсаңыз, көп ұзамай өміріңізде сәтсіздіктер басталады. Ал біреуден ақша алсаңыз, керісінше сізді байлық пен жетістік күтіп тұр. Түсіңізде ақша жоғалтып алсаңыз, істеріңіз қиындықтар туындап, отбасында жанжал болуы мүмкін. Түсіңізде ақша санап, оның жетпей тұрғанын анықтасаңыз, өзіңізде күтпеген шығындар болады деген сөз. Ал түсіңізде ақша ұрласаңыз, бұл шынайы өмірде сізге қауіп төніп тұр деген сөз. Абай болуды ескертеді. Тұрмысқа шықпаған бойжеткен қарыз қалған ақшаның барлығын жұмсап тастағанын көрсе, бұл оның жақын досынан айырылып қалуы мүмкін екендігін ескертеді. Түсіңізде ақша алып жатсаңыз, немесе әлдекім сізге ақша беріп жатса, онда ол түс көрушінің жаны жайсаң, қолы ашық, жомарт адам екендігінің белгісі. Ал түсте жыртылған ақшаны көру берекенің қашуы немесе кедейліктің белгісі деген сөз. Мұндай жағдайға жетпеу үшін ақшаға барынша үнемдеп ұстағаныңыз жөн. Түсіңізде тиын ақшаны көрсеңіз, әрі ол алтын тиындар болса, онда сіздің болашағыңыз жарқын әрі бақытты болады деген сөз. Ал түсіңізде ақшаны жоғалтып алсаңыз, онда қиындықтар болады деген мағынаны білдіреді. Түсіңізде ақшаны қайта-қайта санап жатсаңыз, онда жақын арада қажылық қиындықтар туындайды деген сөз. Ал егер түсіңізде ақшаны ұрлап алса, онда жамандықтың белгісі. Сонымен бірге түсте ақшаңызды үнемдеп жатсаңыз, онда болашақта сізді бақытты ғұмыр кешесіз деген сөз. Түсте көп ақша көру және оны есептеу жақсылықтың нышаны. Жақын арада қиындықтар өз шешімін тауып, бәрі ойдағыдай болады деген сөз. Түсте шетел ақшасын көру, ол ақшаны оңды-солды шашуды білдіреді. Біреуден алған ақшаны жұмсау, онда досыңыз сізді алдап, сіз оған сенуден қаласыз деген сөз. Егер түсіңізде қағаз ақшаны немесе тиындарды біреуге беріп жатсаңыз, онда жаныңыздағы тұрақты серігіңіз болады деген сөз. Ал түсіңізде ақшаға толы сөмкені тапсаңыз, онда сіз кездестірген ару немесе жігіт сізбен уақытша бірге жүр деген мағынаны білдіреді. Егер түсіңізде көп көлемдегі ақша көрсеңіз, онда шығынға батасыз. Ал көп көлемдегі қағаз ақшаны көру, онда көптен күткен жаңалықты естисіз, немесе арманыңыз орындалады деген сөз. Түсіңізде ақша жинау шығынның белгісі. Жалған ақшаны түсте көру, өтірікке сену немесе уақытты босқа өткізу. Түсіңізде айлық алу, жұбайыңыз сізді жек көреді деген мағынаны білдіруі мүмкін.